қатысып, әртүрлі жарыстардан жүлделі орындар алуда. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі міне осындай кездесуге шақырып отырған осы Оралхан Бөкейхан атындағы 44-ші мектептің ұжымына, әріптестеріме өте көп рахмет айтамын. Күштілігің, мықтылығың, біз не үшін және дене тәрбиесі сабағымен айналысамыз, не үшін біз және спортпен айналысамыз. Бос уақытымызды және бекерге шығындандырмай, бекерге кетірмей, және осындай спортпен болсын, қандай да бір шығармашылық жұмыстармен айналысып, осындай еңбектің арқасында осындай дәрежеге спортқа келгеніме осы жылы уже 10 жыл болады. 9 жасымнан айналысып жүрмін. Россияның бірнеше қалаларда болған, Турцияда, Стамбул, Анталия, Кемер, сосын Болгарияда, Малайзия, Украинада болдық, Румынияда. Ең алғашқы жетістігім осы Шығыс Қазақстан облысында областной жарыс болған. Бірінші орын алғанмын областной жарыстан среди юниоров. Сезім өте керемет, толқу сезім болады. Қаншама өткен тренировкалардың алдынан қанша қиындықтар шығады. Бірақ мен ең есте қаларлық кездерге ол жарысқа дайындық болып келеді. Себебі жарысқа дайындаласың, бұл особенные такие моменты. Оқуын және өз мамандығына қатысты бұл үлкен олимпиада, үлкен чемпионат. Бұл жәнегі гимнастикадан бөлек, бұдан бұл жерде тек қана бір ғана және тәртіп, тәрбие, еңбек, отансүйгіштік және өзінің патриоттық сезімін және духын жоғары қою керек. Ең бірінші алдына мақсат қою керек. Сұрақтарда белсенділік танытып, лицейіміздің оқушыларына спорттық білімімізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз.